Қазақстан Лондон Сити Лорд мэрінің шеруінде экономикалық, туристік және мәдени әлеуетін паш етті. Бойлары 2 метрден асатын батырлар мен жастардан құралған джаз бенд мыңдаған көрерменнің алдында көк туымызды желбіретіп өнер көрсетті. Тұманды Альбиондағы тамашаға тәнті болған лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тарқатып айтып береді. Шерудің басталуына санаулы секундтар қалды. Қазақстандықтар соңғы дайындық жұмыстарын пысықтап жатыр. Көше жүргіншілері болса батырлармен суретке түсуде. Оларға Лондонның символы саналатын ескі үлгідегі 2 қабатты қызыл автобус және басқа да шеру қатысушылары қызық емес секілді. Барлығының назары қазақстандық көлікте, әсіресе әскерилер дән риза. Мен өте ерекше әсер алдым. Олар еңселі әрі батыл. Маған батырлардың киімдері ұнайды. Өте әдемі көрінеді. Мен Қазақстанға барсам деймін, сол жақта бір саяхаттауым керек деп ойлаймын. Қазақстанның шеруге қатысып жатқаны керемет. Әскери қызметіме дейін сәулетшілік өнермен айналыстым. Ертеректе Нұр-Сұлтан қаласында қонақ үйлердің бірін жобалағаным бар. Сондықтан Қазақстанның өкілдерін көріп, қуанып жатырмын. Шеруге еліміздің атынан ежелгі көшпенді жауынгерлер бейнесін сомдаған батырлардан бөлек Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы колледждің жастар джаз бенді де шықты. Олар арнайы жасақталған көлікке жайғасып, классикалық джаздан бөлек қазақтың ұлттық ән күйлерінен де шашу шашты. Шеру банктер мен бизнесмендердің кеңселері көп шоғырланған Сити ауданымен жүріп өтті. Ситидің британиялық құқық принциптеріне негізделген халықаралық Астана қаржы орталығының негізінің қалануына қолдау көрсеткенін атап өткен жөн. Көшеге лық толған халық бұл күні Қазақстанның көрікті жерлері мен мол инвестициялық мүмкіндіктері туралы да көліктегі экран арқылы ақпарат ала алды. Қазақстан лондондық Сити Лорд мэрінің шеруіне биыл 2-ші рет қатысып отыр. Бірінші рет 2006 жылы бой көрсетті. Ол кезде салтатты көшпенді жауынгерлер болған еді. Біз шеруге 1 жыл бойы дайындалдық. Қазақстанды жан-жағынан танытқымыз келеді. Шеру 800 жылдан астам уақыттан бері лондондық Сити жаңа лорд мэрінің сайлануы құрметіне өткізіліп келеді. Ол қала мэрі Садик Хандікінен бөлек лауазым. Биылғы 692-ші лорд мэрдің есімі Уильям Рассел. Лондондық Сити корпорациясының басшысы ретінде ол британиялық бизнес пен қаржы секторының жаһандық елшісі қызметін атқарады. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.